Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен нағыз жаз мезгілінде жейтін, витаминдерге бай, жеп-жеңіл әрі оп-оңай жасалатын салат әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге дәл осы видеодағы көкөністеріміз қажет болады. Ең алдымен баклажанымызды алып, ұзынша етіп турап, үлкен бөліктерге бөліп аламыз. Бәрімізге белгілі, баклажан нағыз витаминдерге бай көкөністердің бірі болып табылады. Дайын болған баклажандарымызды ыдысымызға салып, үстінен аздап тұз сеуіп, бөлме температурасындағы суды құйып аламыз. Ол бізге баклажандағы артық қышқыл дәмдерден арылу үшін. Сол аралықта салатымызға қосатын тұздығымызды әзірлейміз. Ол үшін бізге бір бас сарымсақты майда бөліктерге бөліп, ыдысымызға саламыз. Артынан ас көгімізді, яғни укропты да дәл осындай майдалап турап аламыз. Мендегі соус міне осындай. Құйып, артынан шамалы лимон суын қосуға болады. Ол бізге қышқылтым әдемі дәм беру үшін. Міне дайын болды. Енді етімізді жұқалап, үлкен бөліктерге бөліп тураймыз. Мендегі сиыр еті. Бір сәбізімізді үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Қызып тұрған майға туралған еттерімізді салып, әбден қызартып, дайын болғанша қуырып аламыз. Сол аралықта баклажандарымызды судан шығарып, артық суынан арылтып, қуыруға дайындаймыз. Міне етіміз дайын болды. Артынан баклажанымызды осылай салып, қуырып аламыз. Қатты езілгенше қуырудың қажеті жоқ. Баклажан бізде тез дайын болады. Міне дайын болғанда осындай алтын түске еніп, жұмсақ болады. Келесі қиярымызды алып, ұзын бөліктерге бөліп, турап аламыз. Қызанағымызды да алып, дәл видеодағыдай етіп, әдемі үлкенде бөліктерге бөліп, турап қосамыз. Салат жапырақтары нағыз салатымызға дәм және өң береді. Сәбізімізді, дайын болған етімізді және баклажанымызды қосамыз. Бір бас сарымсақты орташа етіп турап қосуға болады. Ас көктерден мен укроп және петрушканы пайдаландым. Қатты майда емес, орташа етіп турап қосамыз. Ең соңында дайын болған тұздығымызды салатымызға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Салатымызды шамал уақытқа тоңазытқышқа салып қоюға да болады, дәмі бір-біріне әдемі сіңіп тұру үшін. Немесе бірден дастарханға тарта берсеңіздер де болады. Қалауларыңызша тұз сеуіп, ыдысымызға салып аламыз. Және үстінен күнжетімізді қосамыз. Міне салатымыз дайын болды. Дәл осындай әдемі рецептерді танысқыларыңыз келсе, біздің каналға тіркеліңіздер достар.